Hujurat suresi. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Эй мүміндер, істе болсын, сөзде болсын, Алланың және оның Расулының алдынан өтпеңдер. Алладан қорқыңдар. Алла расында бәрін естіп, бәрін біліп тұрады. Эй мүміндер, дауыстарыңды пайғамбардың даусынан асырып жібермеңдер. Бір-біріңмен даңғырлап сөйлескендей, оған сөйлемеңдер. Әйтпесе, істеген жақсы амалдарыңның босқа кеткенін өздерің де сезбей қаласыңдар. Шынында, Расулулланың алдында бәсең үнмен сөйлегендердің ділін Алла тақуалық үшін сынаған. Оларға Алланың алдында кешірім және мол сауап бар. Сені құжраларыңның, әйелдерің тұратын бөлмелердің сыртынан дауыстап шақыратындардың көбі ақмақтар. Егер олар сен үйден шыққанға дейін сабырлықпен күте тұрса, әрине, олардың өздеріне жақсы болар еді. Алла өте кешірімшіл, аса мейірімді. Ей мүміндер, сендерге жексұрын біреу хабар әкелсе, оны анықтап алыңдар. Әйтпесе, істің анығын білмей, бір елге залал жеткізіп, істегендеріңе ертеңгі күні өкініп қаласыңдар. Іштеріңде Алланың елшісі бар екенін біліп қойыңдар. Егер ол көп істе сендерге тізгінін берсе, сендер әрине келеңсіз күйге түсіп қалар едіңдер. Бірақ Алла сендерге иманды жақсы көрсетті, оны көңілдеріңе сән сәулет етті. Сондай-ақ сендерге күпірді, бұзақылықты, күнәні жек көрсетті. Осылар түзу жолдағылар. Бұл Алланың игілік нығметінің арқасы. Алла ерен білімді, хикмет иесі. Егер мүміндер ішінен екі топ соғысып қалса, оларды басалқы айтып жарастырыңдар. Егер бір жақ екінші жаққа өктемдік жасаған болса, сендер өктемдік істеуші жақ Алланың әміріне қайтқанға, бой сұнғанға дейін олармен соғысыңдар. Егер олар райынан қайтса, екі жақтың арасын әділдікпен жарастырыңдар, және әділ болыңдар. Алла шынында әділ болғандарды ұнатады. Мүміндер расында дін жағынан бауырлас туысқандар. Сондықтан туысқандарды өзара татуластырыңдар. Алладан қорқыңдар, сонда ғана оның рахмына қол жеткізесіңдер. Ей мүміндер, бір қауым бір қауымды, бір топ екінші топты, бір адам екінші бір адамды тәлке кетпесін. Бәлкім тәлке кетушілер олардың өздерінен жақсы болуы мүмкін. Сондай-ақ әйелдер де бірін-бірі келемеждемесін. Бәлкім келемеждегендер келемеждеушілерден жақсы болуы мүмкін. Біріңе бірің мін тақпаңдар, біріңе бірің жаман ат, лақап қоймаңдар. Иманнан кейін жаман атпен шақыру барып тұрған сұмпайылық. Кім мұнысына тәубе етпесе, оның залым болғаны. Ей мүміндер, көп күмәннен аулақ болыңдар. Үй іштеріңе және басқа адамдарға күмәншіл болмаңдар. Күмәннің кейбірі расында күнә болады. Біріңді бірің аңдымаңдар, біріңді бірің ғайбаттамаңдар. Іштеріңнен біреулер өлген туысының етін жеуге құштар ма? Әрине, мұны жек көресіңдер. Алладан қорқыңдар. Алла шынында тәубені қабылдаушы, өте мейірімді. Ей адамдар, сендерді бір еркек бір ұрғашыдан, адам мен Хауадан жараттық. Біріңді бірің танып алуларың үшін сендерді ұлттарға және руларға жіктедік. Алланың алдында ең ардақты болғандарың, бұл жалғанда тақуа болғандарың. Алла шексіз білгір, бәрінен хабардар. Бәдәуилер иман келтірдік дейді. Ей Мұхаммед, оларға сендер иман келтірмедіңдер, тек бойсұндық дедіңдер. Өйткені жүректеріңе иман қонған жоқ.
Егер сендер Аллаға және оның пайғамбарына бойұсынсаңдар, ол амалдарыңның ешбірін кемітпейді. Алла расында аса кешірімшіл, ерекше мейірімді деп айт. Нағыз мүміндер шын мәнінде Аллаға және оның пайғамбарларына иман келтірген, шүбәланбаған, мал жанымен Алла жолында соғысқандар. Осылар иманға берік адал адамдар. Ей Мұхаммед, оларға Аллаға діндеріңді үйретпексіңдер ме? Алла көктегі мен жердегінің барлық ісін біледі. Барлық болмысты білетін сол Алла деп айт. Олар мұсылман болғандығымен саған бұлданады. Оларға мұсылман болдық деп маған міндетсімеңдер. Қайта иман жолына салғандығы үшін Алла сендерге міндетсейді. Егер шыншыл болсаңдар деп айт. Алла шынында көк пен жердегі ғайыпты біледі. Алла сендердің істеген істеріңді көріп тұрады.